Көптеген қыздар беттегі, денедегі тыртықты кетірудің әдістерін сұрайды. Себебі тыртық ер адамға ғана жарасымды. Ал әйел заты қолынан келетін әдістің бәрін жасап мейлінше жоқ етуге тырысатыны анық. Қазірде косметологиялық салондарда тыртықты жазатын арнайы процедуралар көп. Косметологтар лазер, пилинг, дермабразия, криотерапия, яғни қою азотпен емдеу секілді әдістерді қолданады. Бірақ олардың пайдасы қаншалықты? Салонға ақша шығындамай үйді кетірудің жолдары бар ма? Мамандардың кеңесін Шырайлы Майдарынан тыңдайық. Беттегі тыртықтар бұл тырнақ іздерінен түрлі жарақаттардан немесе мынадай безеулерден кейін қалатын, көпшілігімізге оңай бермейтін нәрсе. Бетімізге безеу қаптаса немесе аяқ асты қызылшамен ауырсақ, одан тыртық қалмас екен дейміз. Алайда сезімтал бет терісінде міндетті түрде іздер қалатыны белгілі. Мамандардың сөзінше оны кетірудің бірнеше жолы бар. Тыртықты кетіру үшін бізге шлифовка жасауымыз керек. Ол алмазный дермабразия деп аталады басқаша. Алмазный шлифовка ол курсымен өтіп емделу керек. Тыртықтарды толығымен алмазный шлифовка кетіреді. Болмаса, және біз тыртықтарды кетіру үшін бірден тез кетіргіміз келсе, лазерная шлифовка жасауға болады. Дәстүрлі медицинада да беттегі тыртықты кетіру жолдары бар. Мысалы, терідегі іздерді кетіруге қауын дәндері көмектеседі екен. Алайда косметолог мамандар тыртықты арнайы кезең-кезеңмен емдеуді жөн көреді. Өйткені тыртықтар көп болса, безеуден кейін қалып қалған жағдайда оған қалай болғанда да мамандардың көмегі қажет болатын көрінеді. Олар теріні мезотерапия және биоревитализация арқылы емдейді. Мезотерапия мен биоревитализация бірдей процесс деп айтуға болады. Айырмашылығы тек мынада. Мезотерапия жасы 30 жасқа дейінгі адамдарға жасалса, 30-дан асқан адамдарға биоревитализация жасау ұсынылады. Бұлар арқылы бет терісіне гиалурон қышқылы енгізілгендіктен ол бет терісін нәрлендіріп, теріні тегістейді. Ескеретін нәрсе, бұл тек қарапайым тыртықтарға қолданылатын әдіс тәсіл. Ал тыртық үлкен әрі кетуі қиын болса, ол лазермен емделеді немесе пластикалық ота арқылы кетіруге тура келеді. Назарларыңызға дүйсенбі 9 шілдеге арналған жұлдыз жорамалды ұсынамыз.